Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Babu salatil marid. Sırqat ya. Adamның namazına қатысты bölüm. Sırqat немесе ауру деп айтсақ болады. Min idafati el-fi'li ila fa'ilihi. Endi fi'ildi özünün fa'iline ne istеуден, тіркеуден деп жатыр да. Wal maradu endi auru deganimiz ne dese ol aytib жатыр. Halatun lil badani kharijatun anil majra at-tabi'i. Ol bir жағдай дейді. Күй қандай? Денеде орын алатын. Және де ол күй сол табиғи қалыптан тысқары болады деп жатыр да. Яғни табиғи қалыптан тысқары болса, сол бір күйді не деп айтамыз? Ауру деп айтады екенбіз. Немесе сырқау деп. وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيضِ كُلُّ الْقِيَامِ. Ауру адам қиямға мүлдем тұра алмаса дейді. Яғни бүкіл қиям мүмкін болмаса оған. Енді айтып жатыр, мүлдем тұра алмау осы وَهُوَ الْحَقِيقِيُّ وَمِثْلُهُ الْحُكْمِيُّ. ذَكَرَهُ فَقَالْ. Оны былай деп айтты. أَوْ تَعَسَّرَ كُلُّ الْقِيَامِ بِوُجُودِ أَلَمٍ شَدِيدٍ. Қатты бір ауру себепті бүкіл қиям оған қиын болса дейді. Мүлдем тұра алмаса хақиқи дейді. Ал егер аурумен болса, онда ол үкіми деп жатыр да. Үкіми тааззур да. Беуджуди аламин. Мысалға болу мүмкін бас айналып тұрса, немесе көз ауруы мүмкін мысалға. Құдай сақтасын. Ваважа дұрыс деп келтірген, мысалға тісі ауырса, сол себепті тұра алмаса. Аухафа немесе қорықса дейді. Биан ғалаба аля заннихи би тәжрибатин сабиқатин. Қорықса дейді. Мысалға оның ойына басым түсті да, ауырып қалу мүмкін деген. Ода тәжірибе бар да, қиямға тұрса, уже сондай ауруға не істеп кетуі мүмкін, ауруы қозып кетуі мүмкін, қайта бастап кетуі мүмкін. Тәжірибесі бар. Немесе оған бір мұсылман тәжірибелі әрі пасық болмаған деп келтіреді кітаптарда, пасық болмаған зохирул фисқ ода болмау керек дегенде. Хазиқ деген мәхір деген мағына. Сондай мұсылман хабар беру керек. Сен намазды тұрып оқи алмайсың дейді. Отырып оқу керексің деп, мысалға солай диагноз қойды да мұсылман. Ау зухури ал-хал. Немесе зухурul хал деген мағынасы ол өзі біледі халінен, жағдайын біледі. Тұрып оқитын болса, ауруы қозып кетеді. Немесе асқынып кетеді. Зиядата әл-марад айтып жатыр. Ауруы асқынып кетеді. Немесе ауруы ұзара береді. Яғни шипа кешіге береді деген сөз. Бұт аху. Яғни тул әл-марад деген мағына. Ауру ұзауыра беруінен қорқатын болса, бихи бил қиям, қиям себепті, онда не істейді екен? Салла қаидан отырып оқиды, рукух сәждемен оқиды, егер шамасы келсе. Лима руя ан Умран ибн Хусайн радияллаху анху қал, кәнет би бауасир. Менде бауасир болды деп жатыр да. Бауасир дегеніміз кән геморрой ғой, сол. Менде бауасир болды дейді. Фасаалту ан набия саллаллаху алейхи ва саллама ани сала. Сөйтіп, пайғамбардан намаз жайлы сұрадым дейді. Фақале салли қаиман, тұрып оқы деп айтты дейді. Фаиллам тастати фақаидан. Егер шаман келмесе, онда отырып оқы дейді. Фаиллам тастати фа'ала жанбин, ондай болмаса дейді. Отырып оқуға да шаман келмесе, онда жаныңмен. Яғни жатып оқы деген сөз да бұл. Ала жанбин деген мағына жатып оқу. Зада ан-Насаию, имам Насаи былай деп қосқан екен, фаиллам тастати фа мусталқиян деп айтқан екен. Шалқаңнан жатып оқы деген екен. Жатып. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Алла тағала адамға, пендеге тек өзі шамасы келетін нәрсені ғана міндеттейді. Ва яқуду кейфа шаа. Және де енді осы адам тұра алмайды ғой қиямға. Енді қалай отырады десе, қалағанша отырады деп жатыр да. Қалай ыңғайлы, солай отырады. Ай кейфа таяссара лаху дейді. Қалай оған жеңіл келеді, солай отырады. Бейғайри дарин, ешқандай зиянсыз дейді. Мысалы, қалай отыру мүмкін? Тараббух деген малдас құрып отыру. Ау ғайри немесе бұдан басқа дейді. Ихтиба секілді өткенде айтқанымыздай. Немесе тізерлеп отыру деген секілді. Себебі, бұл өзілдің өзі, қиямның өзін түсіріп жатсам, оның мойнынан, онда намаздың кейпін түсіру одан да жеңілді. Қиямның өзі міндет болмай қалып жатыр да, өзірмен.
Fil asah дұрысында. Min gayri karaha ешқандай мәкрух емес қалай отырса да. Кәдә руя анил имам лил узри. Имам Абу Ханифадан осылай риуаят етілген екен үзір болса. Ва илля би ан қадра аля баъди ал-қиям. Ва илля деген мағынасы, яғни егер ол кейбір қиямға шамасы келсе дейді. Қама би қадри ма юмкинуху, онда шамасы мүмкіндігі келгенше, келген мөлшерде, келген қанша уақытқа шамасы келеді тұруға, ең болман тәкбірді тұрып барып алуға шамасы келсе, тәкбірін тұрып барып алады да, одан кейін отырады дегенді. Біле зиядати машаққатын, әрине машаққатты арттырмастан дейді. Валау бит тахрима деп отырған. Ва қираати аятин, немесе бір аят оқи алатын болса да хатиябы. Тұру керек. Ва ин хасала бихи аламун шадидун яқуду дейді, ибтидаан. Ал егер мысалы болуы мүмкін ғой былайынан. Намаз бастады дейді, шамасы келгенше сөйтіп Аллаху акбар деді. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим деп отқан уақытта ауру күшейіп кетті, сол кезде отыра салады деп жатыр да. Негізі, мынақта ибтидаан деген сөз қажет емес еді. Сондықтан Шейх Тахтауи әл-әула хазфу ибтидаан деп айтқан да. Әл-әула хазфу қаулихи ибтидаан деген сөзді алып тастаған жақсы деген. Бұның мағынасы сонда аннаху яқум иля ан ятаассара алейхи ал-қияму фа яқуд деп айтқан да. Яғни қиям былай айтқанда қиым болып кеткенге дейін тұрады, одан кейін барып отыра береді деген да. Кама лау ажаза, айтып жатыр, кім секілді? Мысалға әуел бастан шамасы келмей отырып оқыған адам секілді деп жатыр, ибтидаан. Әуел бастан шамасы келмесе, онда отырып оқи береді деп жатыр да. Сол секілді әйтеуір 5 секунд, 10 секунд шамасы келсе, 5-10 секунд болсын тұрады, одан кейін отырады деп жатыр да. Алдыңғы мәселе. Уахуал мазхабу ас-сахи ли анна таата бихасаби тақа. Себебі итағат ол адамның шамасына қарай. Ва ин тааззара ар-руку'у вас-суджуду. Егер рукух және де сәжде мүмкін болмаса дейді. Ва қадра алал қууд. Рукух сәждеге бара алмайды. Бірақ ва қадра алал қууд. Отыруға шамасы келеді. Валау мустанилу сүйеніп болсын. Онда отырып ишаратпен оқиды екен. Жатып оқуға болмайды. Лируку'i вас-суджуди бираси, басымен ишарат етеді. Вала юджизихи муттажиан, жатып оқуға болмайды, отыра алатын болса. Қай кезде жатып оқиды, отыра алмайтын болса ғана. Ва жа'ала имааху бирасихи лис-суджуд ахфада мин имаихи бирасихи лируку'i. Айтып жатыр енді, басымен сәждеге деген ишаратын, басымен рукухке деген ишаратын төмен қылады деп жатыр да. Төменірек болу керек. وَكَذَا لَوْ عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ, сол секілді сәждеге шамасы келмейді, бірақ рукухке шамасы келеді. Ондай жағдайда да рукух сәждеге де ишаратпен, рукух сәждеге де не істейді екен, басымен меңзеп ишаратпен оқи береді екен. Жақсы ма? Қараңдар жігіттер. وَقَدْرَ عَلَى рукух деп жатыр да. Сәждеге шамасы келмейді, бірақ рукух жасауға шамасы келеді. Отырып ишаратпен оқиды екен. Рукух сәждеге де ишарат жасайды. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا, ауру бір адамды зиярат қылды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. فرآه يصلي على وسادة, кейін ол бір жастыққа намаз оқып жатқанын көреді ол ауру адам. Пайғамбарымыз естиді, оның жастығын алып басқа жаққа қояды, алып лақтырып жібереді. فأخذها فرم بها. Кейін ол адам не істейді? Таяқты алады да таяққа оқып жатады дейді, таяқты ұстап. Фарама бихи, оны да алып не істейді? Лақтырып жүреді пайғамбарымыз. Кейін барып не деп айтқан? Вақал солли алал ард ин истатаата. Шаман келсе жерге оқы дейді. Ва илля, шаман келмесе ишаратпен оқы дейді. Ваджал суджудака ахфада мин руку'ика. Және де өзіңнің сәждеңді неден, яғни сәждеге деген ишаратыңды рукухтың ишаратынан төменірек қыл деп айтқанда. Бұны кім жеткізген? Байхақи фи сунанул кубра деп менде келтірген. Сонда қарасаңдар, еш нәрсеге сәжде қылмайды екен де, тек қана не істейді? Басымен ғана. Осылай. Ал енді бір нәрсені алдына қойып, стол қойып, не істейді басқа? Бірден келіп жайып қойып, соған сәжде, ол бәрі әбестікті негізі. Фаиллам яхфидху айялима абилис-суджуди анху. Ал енді сәждені төмен қылмаса дейді, ишаратын. Екеуі де бір мынандай да, екеуі де бірдей оқып қалды. Басын екеуі де бірдей оқып қалса дейді, онда намазы дұрыс емес екен. Соны айтып жатыр. Фаиллам яхфидху ай ал-имаа лис-суджуди анху ай анил имаи лируку'i би ан жа'алахума ала хаддин саваин, тең қылса дейді. Ла тасихху салатуху, намазы дұрыс емес. Неге? Ли фақти суджуд, хақиқатан бұл жерде сәжденің өзі жоқ.
және де сәжде хақиқи тұрғыдан да жоқ дейді, үкіми тұрғыдан да жоқ дейді да, шамасы келе тұра дейді. Я шамасы келген еді, ең болмағанда үкіми тұрғыдан ишаратпен алып істеуге, жақсы сәжде істей алмайды ол хақиқатан. Үкіми тұрғыдан шамасы келіп тұрлығы былай төменірек істеуге. Сондықтан мына екеуі де болмай қалғандықтан рүку пен сәждесі бірдей болған себепті намазы бұзылады деп жатыр. Намазы дұрыс емес. ولا يرفع بالبناء ولا يرفع بالبناء للمجهول ولا يرفع لوجهه شيء. Басына сәжде қылу үшін еш нәрсе көтерілмейді деп жатыр да. ولا يرفع деп не үшін айтты? Яғни сен өзің көтер, немесе біреу саған көтеріп берсін сол нәрсені. Сәжде қылу үшін, басың тигізу үшін деген сол үшін айтып жатыр да ولا يرفع деп. كحجر وخشبة мысалға. Тас секілді. Тасқа сәжде ету, ағашқа сәжде ету дейді. Язжуду алейх. Лима қаддамнаху қазір ғана хадисті айттық біз. Пайғамбарымыз жастықты алып тастады, ағашты алып тастады. Ишаратпен оқы дейді, жай ғана. Басыңды ишарат етіп қана оқы дейді. Уалиқаулихи саллаллаху алейхи уасаллама ман истата'a. Және де пайғамбарымыздың мына бір сөзі үшін кімде-кімнің араларында кімнің шамасы келсе дейді. Сәжде қылуға, сәжде қылсын дейді. Кімнің шамасы келмесе, онда басына сәжде қылу үшін еш нәрсе көтермесін деді бетіне. وَلِيَكُنْ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ يُومِيُ بِرَأْسِهِ. Және де рүкуғында де сәждесінде де басымен ишарат қылсын деп жатыр. Рауаху Табарани. Өзінің Аусат кітабында келтірген екен. وقال في المجتبى كانت كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبهة علي. Енді Мужтаба кітабында айтып жатыр. Рукух сәждеге ишараттың бейнесі маған белгісіз еді дейді. Мужтабада келтіріп жатыр. Не нәрседе именно? Қандай кейпінде? Фи аннаху якфи ба'дул инхина. Кейбір кішкене ғана еңкейсем жете ме? Жоқ әлде шаман келгенше бет еңкею керексің бе? Мысалы былай еңкейтсем, қараңдар. Рүкуһке былай барып, сәждені былай қылсам бола ма? Жоқ әлде рүкуһке былай барып, сәждені таганза баруым керек па деген секілді ғой. Мүмкіндігін келгенше бет еңкею керек па десе, жоқ. Онда емес. Фазафарту аля ривая дейді. Сөйтіп мен бір ривая таптым дейді. فظفرت على رواية فإنه ذكر شيخ الإسلام شيخ الإسلام не деп айтқан екен المؤمن إذا خفض رأسه لركوع شيئا рүку жасау үшін кішкене ғана қандай да бір мөлшерде еңкейтсе деген мағына шей'ан деген накира да. Әйтеуір кішкене ғана еңкейтетін болса дейді сумма лиссужуди шей'ан жаза дейді. Сонда бұл жерде шей'ан деген сөз нені білдіріп тұр? Шейх Тахтауи қалай деп түсіндірген? Ай би аннаху якфи ба'дул инхинаи бидалили танкири шей деп айтқанды. Жақсы ма? Шей'ан деп айтты ғой. Кішкене деген сөзді ол. Сол танкир болып келгенде үшін, яғни кейбір инхина жеткілікті. Дақанса бит шаман келгенше өз-өзін қинап бит еңкею шарт емес. Жақсы ма? Соны айтып жатыр. وفي شرح المقدسي مريض ауру адам дейді. Егер басымен былайынан басын еңкейтуге шамасы келмесе дейді. Басын еңкейтуге шамасы келмесе, фахаррака раса сөйтіп басын жай ғана қозғаса дейді. Жай ғана қозғаса несіз? Басын еңкейтусіз қозғайтын болса дейді. Фахаррака расаху деген мағынасы ай мин гайри таатин деп жазып қою керек міндетті түрде. Жай ғана басын қозғады, та жасаған жоқ, еңкейген жоқ. عن أبي حنيفة إمام أبو حنيفة رواية باركن يجوز دين رواية بار وقال ابن الفضل لا يجوز ديت وهو المشهور في المذهب تبعت خان شيخ طحطاوي يعني لا يجوز دين هو المشهور ديت كين تراغان söz olsa da mazhabta لأنه لم يوجد منه الفعل السركة çok ديت odan طا دين bas denkitu degen انتهى ديت انتهى كم İntaha kalam ibn Fadl жақсы ма бұл жерде. Сөйтіп жалғастырып жатыр сөзін. Кім? Мақдиси жалғастырып жатыр. Фахақиқатул има, айтып жатыр. Фахақиқатул има. Енді иманың болмысы дейді. Ақиқаты ол не? Басты еңкейту дейді. Жарай ма? Сондықтан иманың ақиқаты ол не? Басты еңкейту деп жатыр. Интахат ибаратуху ибарат кім? Al-Maqdisi, жақсы ма? Ибарат al-Maqdisi. Сондықтан мына жерде фахақиқатул има деген уақытта
أي إذا علمت أنه لا يجوز لعدم وجود الفعل المخصوص منه فحقيقة الإيماء طأطأة رأس деген мағынада. Алдында бір жумла бар, махсуф. Жақсы ма? Шейх Тохтауи оны толығымен келтірген. أي إذا علمت أنه لا يجوز. неге لا يجوز؟ لعدم وجود الفعل المخصوص منه فحقيقة الإيماء طأطأة رأس. Басты еңкейту, жай ғана қозғау емес, еңкейтусіз. Жарай ма? وقال أبو بكر إذا كان بجبهته وأنفه عذر маңдайында және де мұрнында үзір болса дейді. يصلي بالإيماء намазын ишаратпен оқиды екен. Және де ولا يلزم оған міндет емес дейді. Маңдайын жерге жақын апару дейді. Шамасы келгенше апару шарт емес. بأقصى ما يمكنه. Бұл айтқанда бүйтіп жерге жақын барып қайтып сәжде қылып жүрмейді деп жатыр да. Басымен жай ишарат қыла береді дейді. وهذا نص في الباب. міне осы бапқа қатысты мәтін, ашық айту осы деп жатыр. هذا نص деп жатыр. هذا نص في الباب. Жақсы ма? Неге нас? Бұл баптағы бұл нас деп жатыр да, мәтін деп жатыр. Неге? على ألا يلزمه أقصى ما يمكنه من الانحناء дегенде. Былай айтқанда, сен шаман келгенше еңкею керек емессің. Саған ол нәрсе міндет емес дегенге нас деп жатыр да бұл. في هذا الباب. ашық нас бұл. كذا في ميراج الدراية. فإن فعل أي وضع شيئا فسجد عليه. Енді жақсы ол сонда да алдына бір кітап қойып, немесе тас қойып, немесе ағаш қойып, соған сәжде қылатын болса, соған маңдайын тигізетін болса, осылайынан. Осылай отырып алады, осылайынан сәжде қылады. Түсіндіңдер ме? Осылайынан. Осындай жерде кітап қойып алады. Немесе бағанағыдай бір не жайып алады, сөйтіп сәжде қылады. Сөйтіп істейтін болса дейді енді. فإن فعل أي وضع شيئا فسجد عليه وخفض رأسه للسجود عن إيمائه لركوع صح أي صحت صلاته لوجود الإيماء. Егер оның сәждесі рукухтен төмен болса, онда намаз дұрыс дейді жалпы. Бірақ бұл макрух. وخفض رأسه للسجود عن إيمائه لركوع صح أي صحت صلاته. Неге? لوجود الإيماء لكن مع الإساءة дейді. Бірақ макрух тахриман деп жатыр. Лима рауайна біз қазір ғана хадис келтірдік, وقيل هو السجود. Бұл сәжде деп айтылған екен. كذا في الغاية. Сәжде болғаннан дұрыс болады дейді. Не ол ишарат, не ол сәждеді? бәрі төмен болып тұр бастысы. ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله الصحيح. Енді ауру адам намазында қырағатты, тәсбихті, тәшәһүдті кәдімгі сау адам секілді істейді деп жатыр, орындайды. وإن عجز عن ذلك تركه. Оған шамасы келмесе тастап қоя береді дейді. істемесе де болады. كما في التطرخانية عن التجريد. وإن لم يخفض رأسه للسجود أنزل عن الركوع. Енді сәждесін рукухтен төмен қылмаса бағана ишаратын بأن جعلهما سواء. Осы жағдайда бағана кітап қойды ғой енді. Немесе бір нәрсе бүйтіп қойып қойды да соған сәжде қылып жатыр. Енді дәл осы жағдайда сәждесі рукуғда бірдей болып қалса, онда ол кезде де намаз дұрыс емес деп жатыр да. لا تصح صلاته لترك فرض الإيماء للسجود كما لو فعل ذلك من غير رفع شيء كما تقدم بيانه. Бағана еш нәрсе басына көтерместен ишаратпен сәжде қылған уақытта тең болып қалған кезде намаз дұрыс емес қой. Сол секілді бір нәрсені алдына қойып намаз оқитын болса, яғни екеуі тең болып қалса, бұл жағдайда да намазы дұрыс емес деп жатыр да. وإن تعسر. Ал егер отырыс қиын болса дейді. Енді жақсы біз отырыста айтып жатырмыз. Енді отыра алмай қалса дейді, мүлдем. فلم يقدر عليه متكئا. Сүйеніп болсын, бір жанына сүйеніп болсын, арқаға сүйеніп болсын, бағанағы жалпы қабырғаға, басқа нәрсе сүйеніп, ешқандай зиянсыз оқу мүмкін болмаса дейді, отырып. Не істейді екен? Жатып, шалқастан жатып, не істейді? Намазын оқиды деп жатыр, ишаратпен. أو ما مستلقيا على قفاه. Qafa дегеніміз не ол? Басының арқы жағы, жақсы ма? Жерге жақтыр. أو على جنبه. Немесе бір жанымен оқиды дейді. Енді оң жаны абзалырақ дейді, сол жағынан қарағанда. ورد به الأثر дейді. Оған қатысты не? Хабар келген деп жатыр да. والأول وهو الاستلقاء على قفاه أولى дейді. Бірақ біріншісі абзалырақ дейді, шалқасынан жатып оқу. Сонда былай да, жігіттер, мынау адамның беті де, мынау қыбла. Сонда аяғын бүйтіп созып қояды, қыблаға созады да, басына бүйтіп жастық беріп қоямыз. Что беті қыблаға қарайтындай.
осылайынан. Осы ең абзал деп жатыр. Шамасы келсе аяғын жинайды деген былайынан. Шамасы келсе егер ауру адамның. Немесе жанымен былай жатады. Қыбла былай, былай жатады. Бұл оң жағымен. Немесе былайынан жатады. Қыблаға былайынан. Жақсы ма? Осылай. والأول وهو الاستلقاء على قفاه أولى من الجنب الأيمن إن تيسر بلا مشقة. әрине қашан бұл егер ешқандай машақатсыз жеңіл келетін болса дейді оған. لحديث فإن لم يستطع فعلى قفاه деп айтқанды. Егер сен отыра алмасаң, онда шалқаңнан жатып оқы дегенді. ولأن التوجه للقبلة فيه أكثر. Себебі ол дейді шалқасынан аяғын қыблаға созатын болса, ол жерде қыблаға жүздену көбірек болады дейді. Чем сен былайынан жанымен жатудан қарағанда. Ол тік жатқан кезде қыбла қарап жатасың, бірақ ишарат атқан кезде басың қыблаға қарамай қалады ол жерде. ولأن التوجه للقبلة فيه أكثر في الاستلقاء ولو قدر على القعود مستندا. Ал егер біреудің мысалға бүйтіп сүйеніп болсын, отыруға шамасы келіп тұр, осайынан болсын, Құдай сақтасын енді. Сөйтіп шамасы келе тұра бұны тастап қойып жатып оқитын болса, намаз дұрыс емес. ولو قدر على القعود مستندا فتركه لم تجوز على المختار. намаз дұрыс емес екен. وقدمنا جواز التوجه لما قدر عليه بلا عسر. وقدمنا جواز التوجه لما قدر عليه بلا عسر. وسقوط التوجه. енді айтып жатыр. وقدمنا جواز التوجه деп жатыр. وقدمنا سقوط التوجه. Шамасы келсе, былай айтқанда, қыблаға қарайды. Шамасы келмесе, онда қыблаға қарау міндет емес. Соны айтып жатыр. قدمنا جواز التوجه لما قدر عليه بلا عسر وسقوط التوجه إلى القبلة بعذر المرض ونحوه. والمستلقي يجعل تحت رأسه وسادة ونحوها. Енді шалқасынан жатып жатқан адамдар несіне? Басының астына жастық береміз деп жатыр. Не үшін? Жүзі қыблаға қарау үшін дейді, аспанға емес дейді. Ла илассама. Және де ишаратқа шамасы келу үшін, ишарат жасауға мүмкіндік болу үшін деп жатыр. Себебі ойлайсың, өзі ауырып жатыр. Тігінен бит жатып қалса, жастық бермесең, басын көтере алмай қалады ғой. Кейде ол сау адамның өз басын көтере алмай қалуы мүмкін де өйтіп. Енді ауру адамды айтпай-ақ қояйық. Сондықтан жеңіл болу үшін, ишарат жеңіл болу үшін басына жастық беріп қоямыз дегенде, сонда ол басын көтеруі ыңғайлы болады, кішкене қозғалып алдыға қарай. Еңкейту. وَلْيَتَمَكَّنَ مِنَ الْإِمَاءِ إِذْ حَقِيقَةُ الْإِسْتِلْقَاءِ تَمْنَعُ الْأَصِحَّاءَ عَنِ الْإِمَاءِ дейді. Сау адамдар тосады дейді, истилқа дейді. Басын ишарат қылуынан. عَنِ الْإِمَاءِ بِهِمَا فَكَيْفَ بِالْمَرْضَى дейді. Ауру адам қалай ол? Басын алдыға қарай еңкейтсін онда. Жастық болмаса. وَيَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ. Янбағи енді абзалырақ та ол, солай істеген. Қашан? Ин қадыр. Әрине шамасы келседі. حَتَّى لَا يَمُدَّهُمَا. Екі аяғын созбау үшін де иләл қибла, қыблаға қарай дейді. Екі аяғын қыблаға қарай созбау үшін деп жатыр. Фаямтадда бережлейхи деген мағынасы, сөйтіп аяғын созып жіберетін деген мағынада. Негізі бұл жұмланы хазф қылған жақсы дегенде, шейх тоқтайды. Әл-әула хазфуху дегенде, фаямтадда режлейхи дегенде. Түсініп тұрды, хатта ла ямуддахумадан уже түсініп тұрды, яғни аяғын созбау үшін деп жатыр. Аяғын созбау үшін сөйтіп аяғын алдыға қарай созып жіберетін дейді. Сөйтіп аударатын болсақ. Иләл қибла. Ва хуа макрухун лил қадир. Енді аяғын жинауға шамасы келіп тұр, бірақ қыблаға аяғын созып қою макрух дейді. Аяғын жинауға шамасы келіп тұр, бірақ сонда аяғын созып қою макрух деп жатыр. Ва хуа макрух лил қадир ала ал-имтинаи анху анил мадди الرجلين. وإن تعذر الإمام برأسه أخرت عنه الصلاة القليلة. Егер қандай да бір адам басымен де ишарат жасауға шамасы келмесе дейді, оған мүмкін болмаса, басында қозғай алмай қалды, Құдай сақтасын. Онда не істейді? Аз ғана намаз болса, намаз кешіктіріледі екен. 5 намаз қаза болса, 5 намаздан кейін нормально болып кетсе, онда 5 намаздың қазасын өтейді. Бірақ 6 намаз қаза болып кетсе, сөйтіп қатарынан, онда 6 намаз мойнынан түседі екен, қазасын өтемейді. Басын қозғалта алмай қалса. Соны айтып жатыр. Қалиля болса, ухират деп жатыр. Яғни қазасын өтейді деген сөзді, кешіктірілді деген сөз, қазасын өтейді деген мағына. وهي صلاة يوم وليلة فما دونها اتفاقا. Ол егер бір күндік намаз болса, немесе одан азырақ болса дейді. Бір күндік намаз түсінікті, яғни бір тәуліктік намаз деген мағына бұл жерде. Жақсы ма? Бір тәуліктік намаз. Ровно бір тәулік.
бір тәуліктің ішінде сол бағана қимылдамай қалғаннан бастап бір тәуліктің ішінде қаза болған намаздар болса, бір ауыздан оны өтейді екен да. Немесе одан азырақ болса, бір тәулікке жетпей қалса. Әмма инзадат аля салати яумин ва лейлатин. Ал егер бір күн бір түннен асып кетсе, фамадама яфхам, я бір күн бір түннен асып кетсе, егер ол мадмун ал-хитаб сөйлеген сөзді мағынасын түсінетін болса дейді. Я өз қозғала алмайды, бірақ адамдардың сөзін түсінеді айтып атқан. Фа иннау яқдиха. Көп болса да 5-6 намаз, 7-8, 2 күн жатып қалса да сөйтіп, бірақ бәрін түсінеді. Басын қозғалмай бәрін түсінеді адамдар, әңгімесін бәрі. Онда 2 күннің қазасын өтейді деген да. Бірақ бұл маржух риваят, жақсы ма? Фа иннау яқдиха фи ривая. Фи ривая. Қала фил хидая вал мустасва хуа сахих деп айтқан да. وقد جزم صاحب الهداية مخالفا لها للهداية في كتابه التجنيس. Бірақ қараңдар, Шейх Марғинали Хидая кітабында өтейді деп айтқанда, егер түсініп жататын болса, 1-2 күн түсінетін болса адамдардың әңгімесін. Ал басқа Тажнис кітабында Шейх Марғинали жоқ, екінші риуаятты дұрыс деп айтқанда. А Тажнис кейін жазылған кітап, сондықтан сол муътамад болады деп айтқанда, кейін жазылған кітап. وقد جزم صاحب الهداية مخالفا لها يعني لما في الهداية في كتابه التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء برأسه أكثر من 5 صلوات وإن كان يفهم مضمون الخطاب كالمغمى عليه. انتهى. يعني 5 وقت namazdan көп болып кетсе, yani 6 вақыт намаз мысалға. 6 вақыт намаз. 6 намаз қатардан сөйтіп жатып қалса, басын қозғалта алмайды. Бірақ адамдар әңгімесін түсінсе де, дұрысында мойындан түседі екен намаз. 6 намаздың қазасын өтемейді. Осы муътамад, осы зохир ривая қаз келтіреді. Кәл-муғма алейхи деген талып қалған адам секілді. Уасаххаху қади ғани ва қади хан қала хуал асах деп айтқан екен. Лианна мужаррад ал-ақл, себебі жай ғана ақылдың болуы дейді, ла якфи ли таваджух ли хитаб, саған хитабтың жүзденуіне жеткіліксіз дейді, намаз оқы деген мысалға. وقال الكمال ومثله أي مثل تصحيح قاضي خان في المحيط واختاره شيخ الإسلام خواه رزادة وفخر الإسلام السرخسي. انتهى. وقال في الظاهرية هو ظاهر الرواية عنه وصو ظاهر الرواية وعليه الفتوى وصان فتوى بير الجين دي بجادر كذا في ميراج الدراية. وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع قال هو الصحيح كما في التترخانية والبداية وجزم به الوالوالجي والفتاوى الصغرى. وفي شرح الطحاوي لو عجز عن الإيماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة деп айтқан екен. Намаз мойнынан түседі екен. Ешқандай қозғала алмай қалса дейді. والعبرة في اختلاف الترجيح بما عليه الأكثر. Енді осы таржих ихтилаф болса, онда қайсы есепке алынады екен? Қайсы көбірек басымырақ болса дейді. وهم القائلون بالسقوط هنا. Ол не деп айтқан? Yani мойнынан түседі деген. 6 намаз болса. رحمهم الله أجمعين وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم. آمين. ومن عجز عن الإيماء برأسه لم يومي أي لم يصح إيماؤه بعينه. Енді басын қозғалта алмай қалса, көзмен оқима, көзін қозғалтып десе жоқ дейді. Қабағын бағана, қасын қозғалтып оқима десе жоқ деп жатыр. Жүрегімен оқима десе жоқ деп жатыр. Үшеумен де оқымайды екен. Неге? لأن السجود تعلق بالرأس دون العين. Себебі сәжде деген ол басқа ғана қатысты дейді. Я басқа қатысты, ол көзге, қасқа, жүрекке қатысты емес дейді. Сол себепті فلا ينتقل إليها إلى هذه الأشياء الثلاثة. Жақсы ма? إليها соған айтып жатыр. 3 нәрсеге. Я сондықтан 3 нәрсе, сондықтан сәжденің орынбасары бұл 3 нәрсеге өтпейді деп жатыр да. Халафуху, яғни халафу ас-суджудты, ол имады, халаф. Кәлият деген мағынасы бағанағы сәжденің халафы қолға өтпейтіні секілді деген мағына. Яғни қолмен оқымайсың ғой, сәжде қылмайсың ғой. Жақсы ма? Халафуху деген ай халафу суджуд ва хуа ал-имау биха. Ай кама ла янтақилу халафу суджуд иля ал-яд деген мағына. Және ма жігіттер? Ибара түсінікті ғой, я? Не үшін десе? Неге көзге, жүрекке, қабаққа өтпейді десе, себебі әбдәл деген нәрсе ла тунсабу бир-ра'i дейді. Ол оймен ғана бекітілмейді деп жатыр. Әбдәл деген нәрсе, яғни орынбасарлық деген нәрсе, ол біздің ойымызбен, шыдақатымызбен бекімейді ол дейді.
Ол тек наспен ғана бекит болды. لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومي إيمان فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه деген. Ауру адам тұрып оқиды деген. Тұрып оқуға шамасы келмесе отырып оқиды деген. Отырып оқуға шамасы келмесе шалқасынан жатып оқиды деген. Оған шамасы келмесе Алла тағала оның үзірін қабыл алуға құқылы дейді. Ахақ. Алла өзінің үзірін қабыл алады деген мағына. Енді осы жерде қандай үзір десе, бұда уже хилаф бар. Қандай үзірін қабыл алады? فقد اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فالله أحق بقبول العذر منه فمنه من فسره بقبول عذر التأخير деп айтқан дейді. Яғни кешіктіру үзірін қабыл алады. Қаза қылса рұқсат, үзір, күнә емес. فقال بلزوم القضاء деп айтқан. Сондықтан не деп айтқан? Қазасын өтейді деген. Біреулер не деп айтқан? ومنه من فسره بقبول عذر الإسقاط, яғни мойнынан түседі деген да. فقال بعدم القضاء, сондықтан өтемейді деген, міне осы ғалымдар басым деген. وقد علمتهم, және де сен оларды білдің дейді. Қысқасы сол. Сонда 6 намаз қаза болса қатарынан қазасын өтемейді. Басын қозғалта алмай қалса. وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء. Кімде кімнің қиямға шамасы келіп, руку сәждеге шамасы келмесе, онда отырып ишаратпен оқиды екен. Отырып оқиды. وهو أفضل من إيمائه قائما. Ол тұрып, ишарат айтып жатыр да, отырып ишарат етуі дейді. Тұрып ишарат еткеннен абзалырақ дейді. Яғни отырған абзалырақ болып тұр. ويسقط الركوع عمن عجز عن السجود. Сәждеге шамасы келмеген адам мойнынан рукухте түседі деп жатыр да. وإن قدر على الركوع, тіпті ол рукухке шамасы келсе де. لأن القيام не үшін десе, себебі қиям ол сәждеге бару үшін, сәждеге бару үшін, бұл айтқанда шариғатталғанда негізі. لأن القيام وسيلة إلى السجود, ол сәждеге баратын орын дейді. Қиямнан сен сәждеге бару үшін қиям шариғатталғанда. Сәждеге бара алмасаң, онда не? Қиям да қалмайды деген сөз. Қиям не үшін? Қиямнан сәждеге бару үшін да. Онда сәждеге бара алмасаң, қиямда рүкін болмай қалады деген. فإذا فات المقصود بالذات لا يجب ما دونه. Енді мақсат етілген нәрсе, негізгі мақсат етілген нәрсе болмай қалса, онда одан төменгісі де міндет болмайды деп жатыр да. Негізгі нәрсе не? Ал-мақсуду бизат не еді ол? Бұл жерде сәжде еді да. Муаммадунаху не еді ол? Қиям еді. Себебі қиям сәжде үшін шариғатталған да. Ал-мақсуд бизатты бұл жерде былай деп айтсақ болады. Нақты бір іс-әрекеттің өзі да. Мақсуд бизатты. Нақты бір іс-әрекеттің өзі ол сәжде да. Сол кәдімгі маңдаймен жерге бару да. Дәл соны істей алмасаң, онда қиям да міндет емес деп жатыр да. وَإِذَا إِسْتَمْسَكَ عُذْرُهُ. Енді мынау да маңызды мәселе. Жігіттер, негізі мынақты, мына оқып жатқан нәрселердің бәрі маңызды, асықпай қарасаңдар, көп мәселеге жауап айтып жатыр да бізге. Қараңдар жігіттер, енді айтып жатыр, үзірі отырған себепті тоқтайтын болса дейді. Тұрған себепті үзірі ағатын болса дейді. Мысалы, болуы мүмкін ғой. Тұрса, зәр тамшылай береді. Отырса, зәр тоқтап қалады. Сол секілді ишаратпен оқыса тоқтайды. Сәждеге барса, қайт үзірі басталып кетеді. Онда не істейді екен? Қиям мен сәждені қойып, намазды отырып ишаратпен оқиды екен. Және де үзір иесі болмайды деген ондай адам. وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ بِخُرُوجِهِ لِلْجَمَاعَةِ. Енді мешітке жамағатқа барса, қиямға тұра алмай қалады. Шаршаған себепті, әлсіздік себепті да. Қараңдар, мен үйде оқысам бол, қараңдар жігіттер, былай да. Мен үйде оқиын десем, жалғыз өзім ғана оқимын. Түсіп бір 50 метрге мешітке барсам, қатты әлсіз болған себепті мешітте тұра алмай қалам, отырып оқимын да. Қайсысы дұрысырақ? Мешітке барған дұрыс па, үйде оққан дұрыс па десе, үйде оққан дұрысырақ дейді да. Соны айтып жатыр. وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ بِخُرُوجِهِ لِلْجَمَاعَةِ وَقَدْرَ عَلَيْهِ عَلَى الْقِيَامِ فِي بَيْتِهِ اختلف الترجيح дейді. Біреулер мешітке барасыңдар, біреулер үйде оқисың дегенде. Бұл қашан? Үйде жалғыз өзім оқысам. Ал үйде жамағатпен оқысам, мешітке шығуға болмайды деген. Үйде уже жамағат та бар ғой. Сондықтан бұл қай кездегі хилаф? Үйде жалғыз оқысаң.
وَإِنِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ صَحِيحًا. Bir адам намазын сау болып бастады. Және де аяқтың астынан оған ауру жолықты намаздың ішінде. Онда шамасы келген нәрсемен намазын толықтырады екен. Ал енді тіпті намазы ишаратпен болсын толықтыра берсе болады екен. Ең дұрыс. Я фильмашхур. وهو الصحيح осы дұрыс дейді. لأن أداء بعضها بالركوع والسجود أولى من الإبطال وأدائها كلها بعد الإبطال بالإيمان. بعده إبطالға айтып жатыр. Жақсы ма? Тамир. Себебін айтып жатыр. Неге? Қараңдар жігіттер. Мысалға бір адам рукух сәждемен намазын бастатты, 2 рәкат парыз бастатты, бірінші рәкатта рукух сәждемен оқи алды. Бірақ екінші рәкатқа отырған кезде шамасы келмей қалды рукух сәждеге. Отырып ишаратпен оқыды. Осылайдан жалғастыра берсе болады деп жатыр. Осы дұрыс деп жатыр. Не үшін? Себебі дейді, әуелі бастан ол әлсіреп қалса, оған әуелі бастан не істесе болады? Намазын оқи берсе болады. Отырып ишаратпен, дұрыс па? Басынан бастап соңына дейін. Енді айтып жатырды, қайта біздің мына мәселе дейді, айтып жатқан. Осыдан қарағанда жеңіл емес пе дейді. Үзір болған себебі бастан бастап отыру рұқсат болса, онда ортасына келген уақытта ортасынан отырып кете берген одан қарағанда жеңіл емес пе? Соны لأن أداء بعضها بالركوع والسجود أولى من الإبطال وأدائها كلها بعد الإبطال بالإيمان. Түсініңдер ғой жігіттер, иә? Дамирлар бәрі. أدائه الصلاة كلها ده. ولو صلى المريض قاعدا يركع ويسجد فصح بنا дейді. Енді қандай да бір адам отырып, бірақ рукух сәждемен оқып жатса дейді. Отырып рукух сәждеге барып жатыр. Енді намаздың ортасына келген уақытта сауығып кетіп, қиямға шамасы келсе, намазды жалғастыра берсе болады екен. Лианнал бина кал-иқтида, себебі бина иқтида секілді да. Біз айтқанбыз, тұрып тұрған адам, отырып ишаратпен оқып жатқан адам, отырып рукух сәждемен отырып жатқан адамға үй берсе болады. Пайғамбарымызға үйған секілді сахабалар. فيصح عندهما خلافا لمحمد فيصح عندهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد وفي قوله صلى إشارة енді намазын оқса деп айтты да осы жерде. Отырып оқса деді. Ярка уясчуд деп. Неге? Осы жерде бір ишарат бар дейді. Не нәрсеге? Егер ол дейді рукух сәждеге дейін, рукух сәждеге барғанға дейін қиямға шамасы келіп, одан кейін рукух сәждеге барса дейді, онда бір ауыздан намаз дұрыс деп жатыр да. وفي قوله صلى إشارة إلى أنه لو قدر قبل الركوع والسجود بنى اتفاقا لعدم بناء قوي على ضعيفنا لعدم بناء قوي على ضعيف ولو كان قد أدى بعضها موميا. Енді бірақ намаздың кейбірін ауру себепті ишаратпен бастап, кейін намаздың ортасына келген кезде отырып оқып, бағана рукух сәждеге шамасы келсе, намазын басынан бастайды екен. Неге? Себебі бұл жерде әлсіздің үстіне күштінің құрауы бар да. Бұлай болмайды екен. ولو كان قد أدى بعضها بعض الصلاة موميا فقدر على الركوع والسجود ولو قاعدا. Ең болмағанда отырып болсын рукух сәждеге шамасы келсе, لا يبني, жалғастырмайды екен намазды. Неге? Лима фихим, себебі бұл бинада не бар деп жатыр? Бинаил қауи алал дуаиф бар деп жатыр. Ваказа, сол секілді, ястәнифу ман қадра алал қууд лил имай. Сол секілді, біреу мысалға жатып ишаратпен оқып жатыр еді. Отырып ишарат етуге шамасы келсе, онда намаз бұзылып кетеді, жатып оқып жатқан кезде. Соны айтып жатыр. Кама وكذا يستأنف من قدر على القعود للإيماء وكان موميا مضطجعا على المختار. Не істейді екен? Отырып, басынан бастап намазын ишаратпен оқиды екен, жатып оққан адам. Түсінікті ғой мәселе осы жерде. ومن جن بعارض سماوي. Кімде-кім самауи бір өзір себепті жынды болып кетсе дейді. Яғни Алланың тарапынан болса дейді. Пенденің ол жерде ешқандай несі қалауынсыз болса дейді. Немесе талып қалса дейді. ولو بفزع. Тіпті бір жыртқышаңнан қорқып, немесе адамнан қорқып талып қалса дейді. Және де осы күйде 5 намаз талып жатса, онда не істейді екен? Қазасын өтейді екен 5 намаз болса. Қада тилка салават. Ал егер 5-тен көп болып кетсе, қалай ол? 6-шы намаз шығып кетті да, 6-шы уақыт намаз шығып кетсе, ла яқди ма фатаху, 6 намазын қазасын өтеу міндет емес. Каза ан ибн Умар фил игма вал джунун мислуху мислу ал игма хуа сахих деп жатыр. Ибн Умардан да дәл осыдан жеткен, және жындылықта игма секілді, мына сол дұрыс деп жатыр. Жақсы ма? Онда осы жерде дәрісімізді аяқтасақ, ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.